сыныптарының мұғалімі Атекарина Наргиза Мойынжановна. Сіздердің назарларыңызға жаңа әдістемелік технологиялар негізінде химия сабағын ұйымдастыру атты авторлық бағдарламамды ұсынамын. Авторлық бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі таңда білім беру жүйесі түбегейлі өзгерістерді талап етеді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, олардың ғылыми зерттеу дағдыларын дамыту және заманауи технологияларды пайдалану негізгі міндеттердің бірі. Химия пәнін оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар интерактивті оқыту, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, зерттеу жобалары, геймификация, STEM білім беру сияқты жаңа әдістемелік технологияларды қолдану оқушылардың білім сапасын жақсартудың маңызды факторы. Бағдарламаның негізгі мақсаты. Инновациялық әдістерді қолдану арқылы химия пәнін оқытудың тиімділігін арттыру. Міндеттері: оқушылардың білімін практикалық түрде бекіту үшін зерттеу әдістерін енгізу. Сабақ барысында интерактивті оқыту әдістерін қолдану. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды және цифрлық білім беру ресурстарын тиімді пайдалану. Оқушылардың шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамыту. Білімді бағалаудың жаңа форматтарын енгізу. Бұл әдістемелік бағдарлама келесі негізгі бөлімдерден тұрады. Біріншісі, жаңа әдістемелік технологияларға шолу. Қазіргі заманғы педагогикалық әдістердің негіздерін құрайды. Екіншісі, интерактивті оқыту әдістері. Бұған ойлан, жұптас, бөліс, фишбаунд, сұрақ-жауап, шеңбердегі әңгіме, кейс стади сияқты тәсілдерді пайдалану. Үшіншісі, зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастыру. Оған зерттеу дағдыларын дамыту, химиялық эксперименттерді қауіпсіз орындау әдістері жатады. Төртіншісі, цифрлық технологияларды қолдану. Оларға Kahoot, QGIS, Pet Simulations тағы сол сияқты платформаларды пайдалану жатады. Бесіншісі, бағалау және рефлексия. Оқушылардың білімін саралап бағалау, өзіндік талдау жүргізу әдістерінен тұрады екен. Жетістіктер мен тәжірибеден алынған нәтижелер. Оқу тәрбие үдерісінде жаңа әдіс тәсілдерді қолдану арқылы төмендегідей нәтижелерге қол жеткізді. Оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығы артты. Сабақ барысында зерттеушілік дағдылар қалыптасты. Оқушылар эксперименттік жобалармен жұмыс істеуді меңгерді. Цифрлық құралдарды қолдану арқылы сабақтар интерактивті әрі тартымды өтті. Геймификация әдістерін енгізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі жоғарылады. STEM элементтері бар сабақтар өткізіліп, химиялық техника және экология салаларымен байланысты көрсетілді. Қорыта айтатын болсам, бұл авторлық бағдарлама заманауи әдістемелік технологиялар негізінде химия сабағын ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған. Мұғалімдерге арналған бұл бағдарлама оқыту үдерісін жетілдіруге, оқушылардың ғылыми ойлау қабілетін дамытуға, білімді өмірмен байланыстыруға мүмкіндік береді. Осы бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастырып, химия пәнін заманауи талаптарға сай оқыту менің басты мақсатым. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.